Сәлем достар, бүгін сіздермен үй жағдайында дайындалатын дәмі тіл үйіретін Адана кебаптың рецептімен бөліскім келеді. Алдымен қой етін аламыз. Оған тұз, қарабұрыш, қызылбұрыш және аздап оливковый май қосып, жақсылап иленгенше араластырамыз. Фарш біркелкі болып шыққаны өте маңызды. Дайын болған фаршымызды пергамент қағазына 2 бөлікке бөліп орналастырамыз. Үстіне тағы бір пергамент қағазын жауып, оқтаудың көмегімен әдемілеп жайып аламыз. Сосын үстіңгі қағазды алып тастап, фаршты орап, противеньге орналастырамыз. Жанына қалауыңызша көкөністерді салуға болады, ал жартылай ащы бұрышты міндетті түрде қосылғаны дұрыс. Кебаптың дәмін ашып жібереді. Алдын ала қыздырылған духовкада 180 градуста 45 минут пісіреміз. Енді кебаптың бастапқы соусын дайындайық. 2 піскен қызанақты блендермен езіп аламыз. Табаны қыздырып, хи майын немесе сары майды ерітіп, оған томат пастасын және езілген қызанақты қосамыз. Жақсылап араластырып, дәміне қарай дәмдеуіштерді салып, аздап бұқтырамыз да, отты өшіріп, бетін жауып қоямыз. Енді гарнирге кірісейік. Вермишельді хи майында әдемі қызарғанша қуырып алып, үстіне күріш салып пісіріп аламыз. Қаласаңыздар картошка пюресін де қолдануға болады. Гарнир өз қалауыңызға байланысты. Міне біздің Адана кебабымыз да дайын болды. Өте керемет шыққанына сенімдімін және сіздерге де міндетті түрде жасап көруге ұсынамын. Тарелкаға лепешканы кішкентай кубиктап турап орналастырамыз. Үстіне соус құйып, оның үстіне кебапты да кубиктап турап саламыз. Тағы аздап соус қосамыз, видеода көрсетілгендей. Соңында сары майды жай отта бетіне көбігі шыққанша қыздырып, ыстықтай кебаптың үстіне құйып жібереміз. Міне нағыз дәм осы. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.